Жалпы конституция дегеніміз адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғайды. Бұл 1995 жылдан кейінгі болып отырған үлкен үдерістер, үлкен жаңалықтар, үлкен тұжырымдамалар мен үлкен өзгеріс болып жатыр. Бұл халықтың алдында үлкен. Соңғы бір жыл бойына президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен арнайы комиссия құрылған. Осы жарлықтың негізінде осы халықта екі палаталы парламенттен бір палаталы парламент институтын құру керек деп, халық қалай ойлайды деп ұсыныс пікірлерін осы бір жылдың ішінде халық өз ойын айтып, соңғы 6-7 айда мынау комиссия құрылған болатын. Сол комиссиялар өзінің ойымен толықтырып жетілдірді. Әрине халық соның ішінде жақсы қабылдап жатыр. Жалпы халық өмірінің тіршілігі жанұяда да қалыптасады. Бала шағасының ортасында да, шай ішіп отырғанда да, оның барлығы үлкен ұядағы өмірдегі өмірмен ізеттес болып көрінеді. Себебі мемлекетті қалыптастыратын қоғам мен адамға. Адам қоғам арқылы, қоғам адам арқылы қалыптасады. Мен сондықтан ойлаймын, осы қоғамның жаңа Қазақстанның жаңа кезеңі өз нәтижесін береді деп. Сондықтан алдымыздағы 15 наурызда құрметті қалайық, құрметті ағайын, көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ояу азаматтар мен азаматшалар жаңа кезеңге сәйкес осы 15 наурызда келіп, осы жаңа Қазақстанымыздың жаңа конституциялық реформасына дауыс береді деп ойлаймын. Мен сіздерді шақырамын. Біз сіздермен біргеміз.